бір күні 5 жылдан бері шаң басып жатқан жұқалау папка қолына түсті. Жауап алу хаттамасының бір жерінде Адай транзит ЖС деген сөзді оқып төбесіне су құйғандай отырып қалды. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккендер. Серіктестік директоры Жайлаубаев Жомарт оқиға орнында қайтыс болған. Арнайы өндіріс көлігі атсын жүргізушісі Сариев Серікбай жеңіл жарақат алған. Кінә Жайлаубаев Жомарттан болған. Бұрылыста қарсы бағытқа шығып кеткен деген. Қысқаша ғана есірткі дәлізіне қатысы жоқ деген тұжырыммен жауып тасталған. Кезінде азғандай партиямен ұсталған есірткі таратушы топ қолға түсіп, бір ұшы Жолгелді Сариевичке келіп тірелген болатын. Әлде ақша беріп құтылып кетті, әлде ықпалды біреулердің араласуымен, әйтеуір іс сотқа бармай жабылып қалған екен. Осылайша бір болар, болмас үміт оты жарқ еткендей болды. Алтын тапқан жерді белден қаз демекші, Таймас әрмен қарай шұқылай жөнелді. Күдігін ашық айтпай, ара-арасында сезік тудырмай жайдан қазбалап бастады. Сонау әкесі қайтыс болатын жол көлік оқиғасының екінші қатысушысы Сариев Серікбай Адай транзит ЖС-нің қазіргі директоры Жолгелді Сариевичтің туған інісі болып шыққаны Таймасты қатты ойландырды. Япырай, араларында қандай байланыс бар, бұл кездейсоқтық емес сияқты деген ой мазалап кетпей қойды. Шынында сол жол көлік оқиғасы болатын күннің алдында оқиға былай өрбіген еді. Жолгелді Магадан тапсырмасын алған соң қатты ойланды. Екі оттың ортасында қалғанын, бұл тығырықтан қалай шығу жолдарын ойлап басы қатты. Тез арада бір шарасын алмаса, фураны ұстап алып, бәрін әшкерелейтіні айдан анық. Мұнай саласында қызмет істейтін арнайы автокөлік атсын жүргізушісі інісі Серікбай есіне түсіп телефон соқты. Алло Серікбай, сен қайдасың? Жұмыстамын аға, Жетібай жақтамын. Мен қазір шығамын, шұғыл шаруа бар, кешкісін мені күт үй жағыңда. Қысқа қайырған Жолгелді дереу жолға түсті. Кешкісін екеуі ара оңаша кездескен соң көп кідірмей тікесіне көшкен Жолгелді. Сенің көмегің керек, бүгін таңда Ақтаудан бір қара түсті Toyota Land Cruiser автокөлігі шығады. Рөлде отырған кісі менің қас жауым, сол кісі Қарақиядан бері қарай аспауы керек. Ол үшін ертерек барып 48 шақырымда ылдидағы құрылысқа байланысты салынған айналма жолда күтіп тұрасың. Көлік авариялық жағдайға келтірілді, сен қысылма, бәрі ойдағыдай болады, саған тек аздап көмектесіп жіберсем болып жатыр. Өткендегі үй мәселесін Ақтаудан шешіп қойдым. Бәрі ойдағыдай болса кілтін аласың. Үйді естіп көзі жылтырап сала берген Серікбай ойланбастан келісе салды. Оның үстіне Құдай бергенде, ертең оймашаға барып кел деген мана бастығы. Сөйтіп межелі жерде күтіп тұрған Серікбай жолға қарай көзі талды. Әуелі бір ұзын автомашина фура өтті шаңдатып, артынан іле шала, құдды соны қуып келе жатқандай қара джип көрінді. Серікбай ылдиға құлап келе жатқан автокөлікке тіке салып қоя берді. Таймас өткенді қазбалай келе Адай транзит ЖС-нің 80% акциясы әкесінікі болса, Жолгелдінің үлестік пайызы не бары 20 болса да қалайша серіктестікті, базасын, дүние, мүліктерін өзіне қаратып алған деген сұрақ туындап, оған жауап іздеді. Таймастың әкесі қайтыс болғаннан бір ай өткесін, 2 қабатты үйіне бір кісі келіп, мен қорғаушымын, мына мүлік енді сендердікі емес, 10 күннің ішінде болсатуларың керек дегені әлі есінде. Анасы құжаттарын көрсетуді талап етті, мінекейіңіз, қолындағы қара папкісінен әлде бір қағазды алып ұсынды. Жылжымайтын мүлікке құқық беретін құжат болып шықты. Бас сенім хат негізінде рәсімделген деген жазу тұр. Бұлай болуы мүмкін емес, мұнда бір шикілік бар деп зар еңіреген анасының дауысы әлі құлағында тұр. Өзі барда мекемесінің бар мүлігіне бас сенім хат берудің қандай қажеттілігі болды екен? Әттен қолымыз қысқа, Таймас жан, сен әлі жассың ғой. Алла өмір берсе әлі ақ қайтарып аларсың үй мүлкіңді. Жолгелді жауыз, осылайша серіктестікке тиісті автокөліктер, 2 қабатты үй, басқа да мекеменің күллі мүлкі Жолгелді Сариевичтікі болып шыға келген. Тек бұл тізімге кірмей қалғаны осы қазіргі өздері тұрып жатқан 2 бөлмелі пәтер болып шықты. Онда да пәтер Ризагүлдің атында екен. Ақ көңіл, аңқау балам-ай, мына жемқордың қалайша уысына түскенсің деп басын шайқап отыратын Жайлаубай ақсақал. Таймас іздеп жүріп баяғы Рейімбай шопырды тауып алды. Әлі сол мекемеде фура жүргізуші болып алыстарға жүк тасымалдайды екен. Жомарт марқұмды қатты сыйлайтын, әрбір жағынан Жайлаубайға құда бала болып келетін Рейімбай бүкпесіз болған жайттың барын сайрап айтып берді. Тек төменшектей берген жүзінен бір нәрсеге қобалжитынын байқауға болатын еді. Мені куәға тартпай ақ қойшы, ана жауыздан бәрін күтуге болады.
Таймас ойланып қалды. Әрине жалғыз Жолгелдінің басына жетерлік бұлтартпас дәйектер жиналып қалған. Бірақ негізгі мақсаты бір ғана Жолгелдіні ұстау ма? Операция қақпан қайда қалмақ? Осылайша ойлаған Таймас Жолгелдінің жеке басына іс ашуға асықпады. Есірткі тасымалдау сызбасының ішіндегі атқаратын рөлін аша түсу, сыбайластарын анықтау, ең негізгі мақсат мафия жетекшісін айқын дәлелдермен құрықтау еді. Таймастың қызметтес жұбы қостанайлық майор Сабыров Мәжит деген жасы 40-тың қырқасына шығып қалған орта бойлы мығым жігіт. Орысша, қазақша қосып сөйлеу әдетіне айналған, өте сабырлы, тәжірибелі болып шықты. Екеуі бірігіп жұмыс істегендеріне бірнеше айдың жүзі болды. Әйтеуір онымен арқайым барлауға баруға болатынына Таймастың көзі жеткен. Жұмыс аяғында қағаздарын жинап жатқан Мәжит: айтпақшы, ертең ертерек шық, өткендегі анықтаған есірткі таратушы топтың адамын қолға түсіру керек. Бұлар біздің негізгі операциямызға көп көмегін тигізулері мүмкін. Жарайды, мәке, мен дайынмын ғой. Таң қылаң бере жасырын жерлерді торуылға шыққан екеуі теңіз жағалауымен жай әңгімелескен болып келеді. Көздері теңізге түскелі жатқан жас жігітте анау да әккі қу болып шықты. Киімдерін қойған болып тастың арасына бірдеңені жасырып үлгерді. Аралары 20-30 метрдей, екі жақтан бірден жүгірмесе ұстаулары екі талай. Суға түсуге келе жатқан болып, жайлап 5-6 метр жақындай түсті де екеуі екі жақтан тарпа бас салды. Сасып қалған жігіт киімін іліп алып қаша жөнелді. Бір-екі секіріп жетіп барған Таймас ұстап үлгерді. Жұп-жуас бола қалған жігіт: жайма ағалар, не теңізге түсуге болмай ма деп тыпырлай бастады. Тастың астына тығылған бума затты алып шыққан Мәкең: мынау не? деді. Мен қайдан білейін, менікі емес, ат тонын ала қашқан жігіт. Тезірек кетейік, көлікті жақындат, көзге түспеген абзал. Оңашаға алып шығып екеуі екі жерден қыспақ қалды. Сол баяғы білмейміннен таяр емес, Таймас астыртын бейне жазбаға түсіріп үлгерегенін қайдан білсін. Бізде бұлтартпас факт бар, босқа уақыт алмай признайся, қайдан алдың, бригадир кім? Мойындамасаң қазір осы жерге урою. Жүзі сұсты Мәкең тапаншасын бұлаңдатып желкесінен мықтап бір түйген Таймастың шоқпардай жұмырығына қарап тұрып сайрай жөнелді. Бригадир Каля Дубовой, кличкасы Дуб. Басқа ешкімді білмеймін, шын айтамын, деп безектеді әлгі жігіт. Жарайды, верю, біз сені жібереміз, тек ойлама слинять етем деп 1,5 к по-крупному кетесің. Бізге көмектесең, біз де сотта көмектесеміз, Меркей мен жібереміз. Тісінің арасынан шырт түкіркеген Мәкең осылайша закладканы орнына қойған екеуі әлгі есірткі таратушы жігітке мықтап тапсырмаларын беріп, бейне жазбаны өзіне көрсетіп, жағасының қыртысына дыбыс таратқыш тағып, тағы да қатаң ескеріп жөніне қоя берді. Олардың негізгі мақсаты Дубты астыртын бақылау, сол арқылы қала басындағы есірткі желісін, мекен жайларын, астыртын шақыруларын, позывной толықтай тізімге алу. Осындай астыртын жұмыс жоспар бойынша тізімдегі барлық қалаларда жүріп жатты. Сөйтіп қақпан операциясының басты мақсаты еліміздегі есірткі мафиясының ордасы болған ең ірі қалаларға бір мезгілде синхронды соққы беру болатын. Кешегі уәде бойынша астыртын агенттерімен Дубтың кездесетін нүктесінде көшеде көзге түсе бермейтін қораштау ескі Жигули тұрды. Бүгін түнде Дуб қарамағындағылармен сходка жасайтын көрінеді.